Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін 4-ші сынып математикасынан 48-ші сабақ көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға қалдықпен жазбаша бөлу тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырма. Қалдықпен бөлуді орындаймыз. Мына төменде берілген есептерді шығарып, барлық қалдықтардың қосындысын тапсақ, және шыққан санды 1972 санын арттырсақ, Нұр-Сұлтан қаласындағы Еуразия ұлттық университетіне қай жылы Лев Гумилевтің аты берілгенін білеміз. 242-ні 9-ға бөлеміз. 26, 8 қалдық қалады. Қалай есептейміз? Алдымен 24-тен қайырамыз. 24-тің ішінде 9 неше рет бар? 2-ден береміз. 9 жердегі 2 18. 24-тен 18-ді аламыз. 6, келесі сан 2 түседі жанына. 6-дан береміз. 9 жердегі 6-ның 54, екеуінің азайтынысы 8. 8 9-ға келмейді. Сонда 242-ні 9-ға бөлсек, 26, қалдық 8-ге тең. 97-ні 7-ге бөлеміз 13, 6 қалдық қалады. 83-ті 8-ге бөлеміз 10, 3 қалдық. 96-ны 5-ге бөлеміз 19, 1 қалдық қалады. 103-ті 8-ге бөлеміз 12, 7 қалдық. 92-ні 8-ге бөлеміз 11, 4 қалдық қалады. Енді барлық санды қалдықтарының қосындысын табамыз. 8 қалдық қосылған 6, қалдық қосу 3, 1, 7, 4. Барлығының қосындысы 29-ды береді. Енді 29-ға 1972-ні қосамыз. Себебі есептің шартында қос делінген. Сонда 2001 шығады. Есептің жауабы Нұр-Сұлтан қаласындағы Еуразия ұлттық университетіне 2001 жылы Лев Гумилевтің аты берілген. Есебіміз шықты, мұнда ереже берілген. Ережені жаттап түсініп алайық. Келесі екінші тапсырма. Қалдықпен бөлуді жазбаша орында. Жазбаша орында, яғни баған түрінде орындаймыз. 123-ті 4-ке бөлеміз 30, 3 қалдық қалады. 223-ті 4-ке бөлеміз 55, 3 қалдық. 214-ті 7-ге бөлеміз 30, 4 қалдық. 215-ті 7-ге бөлеміз 35 қалдық. 723-ті 6-ға бөлеміз 120, 3 қалдық қалады. Соңғысы 724-ті 6-ға бөлеміз 120 және 4 қалдық қала деген. Есеп шықты, өз жауаптармен салыстырып көріңдер. Үшінші А тапсырма. 18-ге, 46-ға, 12-ге, 28-ге, 32-ге бөлген кезде қандай қалдық қалуы мүмкін? 18-ге бөлген кезде балалар 18-ден кіші қалдық қалуы мүмкін. Яғни 18 санынан кіші. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 15, 16, 17-ге дейінгі сандар. 46-ға бөлген кезде дәл солай 46 санынан кіші қалдықтар қалуы мүмкін. 1-ден бастап 45-ге дейінгі сан аралығындағы қалдықтар шығуы мүмкін. 12-ге бөлген кезде 12 санынан кіші қалдық қалуы мүмкін. 28-ге бөлген кезде 28 санынан кіші қалдық қалуы мүмкін. Олар 1, 2, 3, 4, 5 тағы сол сияқты 26-27-ге дейінгі сандар. 32-ге бөлгенде 32 санынан кіші қалдықтар қалады. 1 санынан 31 санына дейінгі. Есепті тексеру мақсатында кез келген сандарды осы 18-ге 46-ға бөліп тексеріп көрулеріне болады. Үшінші Ә тапсырмасы. Есептеу тәсілдерін қара, екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қолданып, бөлудің қалай орындалғанын түсіндір. 325-ті 65-ге бөлеміз. 5-тен береміз, 65-ті 5-ке көбейтеміз, 325, екеуін азайтамыз 0. Яғни 325-ті 65-ке бөлсек 5. Қалдық қалмайды. 116-ны 22-ке бөлеміз 5, 6 қалдық қалады. Оны тексеру үшін 22-ні 5-ке көбейтеміз, 110. 110-ға қалдықты қосамыз, сонда бастапқы санның өзі шығады балалар. Есебіміз шықты, енді келесі тапсырма. Төртінші тапсырма. Мына сандардағы цифрлардың қосындысы нешеге тең? Бірінші санымыз 231. 2-ге қосамыз 3-ті, оған 1-ді және 6 болады. 3 санның цифрының қосындысы. Енді ол 3-ке бөліне ма? 6-ны 3-ке бөлеміз 2. Яғни 231 саны 3-ке бөлінеді. Келесі санымыз 7887. 7 цифрына қосамыз 8-ді,
Оған тағы 8-ді және 7-ні қосамыз. Сонда 30 болады. Енді 30 саны 3-ке бөлінеді. 10 болады. Демек 7887 саны қалдықсыз 3-ке және 9-ға бөлінеді деген сөз. 624 саны. 6 цифрына қосамыз 2-ні, оған 4-ті қосамыз. 12. 12 санымыз 3-ке бөлінеді. 4 болады. 34281-ді цифрларының қосындысы бізге 18-ді береді. 18 саны 3-ке бөлінеді 6 және ол 9-ға да бөлінеді 2. Демек 34281 саны қалдықсыз 3-ке және 9-ға бөлінеді деген сөз. 378 санының цифрларының қосындысы 18, ол да 3-ке және 9-ға бөлінеді. Енді бізден сұрап тұр 3-ке бөлінетін сандарды ата деп. Ол бізде 234, 972, 243 және 936, 87, 573 сандары. 3-ке де 9-ға да бөлінетін сандарымыз 234, 972, 243 және 936. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында және тексер. 297-ні 98-ге бөлеміз. 3 болады және 3 қалдық қалады. 348-ді 69-ға бөлеміз. 5, 3 қалдық. 837-ні 91-ге бөлеміз. 9, 18 қалдық. 426-ны 84-ге бөлеміз. 5, 6 қалдық қалады. Және төменде қалған келесі сандардың бөлінділермен және оның қалдықтары жазылған. Есебіміз шықты. Келесі тапсырмаға көшейік. 9-ға бөлген кезде қандай қалдық қалады? Қалдықпен бөлуге есеп құрастыр. 9-ға бөлген кезде 9 санынан кіші қалдықтар қалуы мүмкін. Олар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8 сандары. Енді кез келген ойдан есеп құрастырамыз қалдықпен бөлуге қатысты. Мысалы 194-ті 9-ға бөлсек 21, 5 қалдық қалады. 621-ді 5-ке бөлеміз 124, 1 қалдық қалады. 98-ді 9-ға бөлеміз 18 қалдық қалады. Келесі 7-ші тапсырма есепті шығар. Есептегі барлық мәліметтерді өзгертіп, оны қайтадан шығар дейді. Кітапхана залында әрқайсысында 6 сөреден 30 шкаф бар. Әр сөреге 20 кітаптан қойылған. Залда барлығы неше кітап бар? Есептің шартын құрып алдық. Енді есепті шығару үшін алдымен 6-ны 30-ға көбейтеміз. Сонда 180. Бұл тапқанымыз барлық сөрелердің саны. Енді барлық кітапты табу үшін 180-ге 20-ны көбейтеміз. 3600. Есептің жауабы кітапханада барлығы 3600 кітап бар. Енді бізден сұрап тұр. Барлық берілген мәліметтерді өзгертіп, ойдан есеп құрастыр деп. Біз аламыз. 10 сөреден 20 шкаф бар делік. Әр сөреде 25 кітаптан орналасқан. Барлығы қанша кітап? Дәл алдыңғы есепке ұқсас етіп, 10-ды 20-ға көбейтеміз 200. Бұл 200 дегеніміз барлық сөрелердің саны. Енді 200-ге 25-ді көбейтеміз 5000. Есептің жауабы кітапханада барлығы 5000 кітап бар. Келесі тапсырма. 8. Ойлан және жауап бер. Екінші бөшкеге қарағанда бірінші бөшкеде 20 литр су артық болды. Әр бөшкеге тағы да 15 литрден су құйылды. Қай бөшкенің суы артық және қанша литрге артық деп сұраптыр. Енді есепті шығару үшін X-қа, X дегеніміз белгісіз ғой бізде бөшкеде қанша су бар екен. Соған қосамыз 20-ны және 15-ті. Сонда екеуінің қосындысы 35-ті береді. Демек бізде бірінші бөшкеде X қосылған 35 литр су бар. Ал екінші бөшкедегі суды табу ол бізде берілген X-қа қосылған 15 литр су. Енді екі бөшкедегі суды салыстырамыз. Бірінші бөшкеде су артық. Қанша литрға артық екен білу үшін біз 35-тен 15-ті азайтамыз, сонда 20. Есептің жауабы бірінші бөшкеде су 20 литрға артық екен. Есеп шықты. Енді мына жерде тағы сұрап тұр. Егер бірінші бөшкеге 15 литр, ал екіншісіне 10 литр су құйылған болса, есептің жауабы арта ма, әлде кеми ме дейді.
Дәл алдыңғы есепке ұқсап шартын жазып аламыз. Енді бірінші бөлшкеде сол байғы бізде 35 литр, ал екінші бөлшкеде бізде 10 литр су бар. Екі бөлшкедегі суларды салыстырамыз. Бірінші бөлшкеде су артық. Енді артама және кемеме екенін білу үшін 35-тен 10-ды азайтамыз, сонда 25 литр қалады. Бұл дегеніміз 20 литрдан көп. Демек, есептің жауабы бізде артады. Есеп шықты. Соңғы 9-шы тапсырманы шығарайық. Қалдықпен бөлуді орында және тексер. 279-да 46-ға бөлеміз, 6, 3 қалдық қалады. Оны тексеру үшін 46-ны 6-ға көбейтеміз, 276. 276-ға қалдықты қосамыз, сонда бастапқы 279-дің өзі шықты. Есебіміз дұрыс екен. Енді 536-ны 78-ге бөлеміз, 6, 68 қалдық қалды. Есепті тексереміз. 536 санның өзі шықты, дұрыс. 692-ні 72-ге бөлеміз, 9, 44 қалдық. Тексеру үшін 72-ні 9-ға көбейтеміз, 648, оған қалдықты қосамыз, 692. Есебіміз дұрыс. Енді келесі 215-ті 65-ге бөлеміз, 320 қалдық қалады. Балалар, барлық 9 тапсырманы талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.